Бүгінгі біздің сабағымыз сабақтың тақырыбы туған өлкенің экологиялық проблемалар және оларды шешу жолдары. Сабағымыздың мақсаты Қазақстанның экологиялық проблемаларын ажырата білу, экологиялық мәдениет қалыптастыру, табиғатты аялауға тәрбиелеу. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты табиғатты аялау және тәрбиелеу. Ал енді сабағымызға байланысты туған өлкемізде қандай проблемалар бар? Осы проблемаларды ой қозғау әдісімен бірінші сендерден сабақтың барысын толығымен түсініп аламын. Сұрақ бойынша, Қазақстанның қандай экологиялық проблемалар бар? Аумақтарды білесіңдер, экологиялық ұғымын қалай түсінесіңдер? Және табиғаттың ластануы дегеніміз не? Төртінші сұрағымыз бұл қоршаған ортаны қорғауға қатысты қандай тиімді сөздер, мақал, мәтелдерді білесіңдер. Өздерің ойларын бөлісейік бірінші. Кім айтады екен қазір? Мынау сұрақтар бойынша. Қазақстанда қандай экологиялық проблемалар бар? Аумақтарды білесіңдер. Айта қойыңызшы. Балқаш көлі бізге қазір қорғау қауіпсіздігі. Қорғау қауіпсіздігі дұрыс. Екінші топтағылар айта қояйық. Бар ма айтып қосатындарыңыз? Арал теңізі. Арал теңізі. Арал теңізінде қандай проблемалар бар? Адамдардың олар су алғандықтан оларда проблемалар бар. Дұрыс отыра қой. Айта қойшы. Семей ядросының полигоны. Семей ядролық полигоны. Ол жерде қандай проблемалар бізде? Жарылыс. Яғни ядерный бомбаның жарылысу нәтижесінде болған проблемаларымыз. Мына төртінші топтағылар айтайықшы. Каспий теңізі, оның жанында бұрғылау аппараттары және бұрғылау аппараттарының салдарынан жұмыс істегендіктен ластық және теңізге зиян тиеді. Молодец, отыра ғой. Яғни мұнай өнімін шығарудан, Каспий теңізінде келеді. Екінші сұрақта, экология ұғымында қалай түсінесіңдер? Экология ұғымында. Экология ұғымында қалай түсінеміз? Айта қойшы. Экология дегеніміз қоршаған ортаны ластамай, оны қорғау. Молодец. Мына топтарда бар ма айтатындар, қосатындар тағы? Ал үшінші сұраққа тоқталайық. Табиғаттың ластануы дегеніміз не? Айта қойшы. Табиғаттың ластануы дегеніміз адамдардың қолмен істеген жерге қайшылайтын, қарсы келетін іс-әрекеттер адамдар. Молодец. Яғни табиғатты ластайтын кімдер екенбіз біз? Адамдар, өзіміз екенбіз, тазалайтын да, былғайтын да, қайтадан қалпына келтіріледі. Бірақ қалпына келтіруіміз қандай болады? Қиынға соғады. Ал енді төртінші сұрақ. Қоршаған ортаны қорғауға қатысты қандай тиімді сөздер, мақал мәтелдерді білесіңдер? Төртінші сұраққа. Мақал мәтелдер. Кәні еске түсірейік бәріміз. Қандай мақал мәтелдерді білеміз? Айта қойшы. Ағаш тамырмен мықты, адам досымен жарымен мықты. Ой, молодец, ағаш жайды. Бір тап кессе, он табайды. Ой, молодец. Қосатындарың бар ма? Өсімдіктердің экологиялық қандай пайдасы бар бізге? Экологияға. Өсімдіктердің қандай пайдасы бар? Айта қойшы. Өсімдіктер өзіне жаман ауаны тартып, бізге хош иісті таза ауаны шығарып бере алады. Отыра ғой, молодец. Көмір шығарудың бойына сіңіріп, оттекті не алады? Бөліп отырады. Ал ондай болатын болса, біз енді экология ғылымын қаяқтан шыққанын, қандай ғалым шығарғанын танысайық. Экология гректің ойкүс үй, мекенжай деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді экология бір ортада өмір сүретін организмдерді зерттейді, олардың басқа организмдермен және қоршаған ортаның ара қатынастарын анықтап, жиынтығын қорытынды жасайтын неге бұл? Ғылым екен. Бірінші біз Қазақстанның несімен танысып аламыз? Экологиялық проблемалар бар, картамен танысып алайық. Шартты белгілермен танысып алайық бірінші. Мынау Қазақстанның экологиялық проблемасы бар. Қалаларында қандай шартты белгілер бар? Шартты түрде экологиялық жағынан бұзылмаған қолайлы белгіміз, шарт белгіміз қандай түсте екен?
көк түсті екен. Енді әлсіз шиеленісті түсіміз қандай екен? Жасыл түсті екен. Және де орташа шиеленісті түсіміз қандай екен? Ашық жасыл екен. Орташа шиеленісті ашық жасыл ма? Енді қатты шиеленісті түсіміз қандай екен? Қызғылт түсті екен. Павлодар облысы, мына Павлодар облысында Семей полигонының жарыс есі көріп тұр ма? Шартты белгісі. Сонымен қатар Жезқазған облысында және Ресей Федерациясының Алтай өңіріне дейін мынау жарылған ядролық полигонда жарылған зардабы бүкіл Қазақстанның қалаларына және Ресей Федерациясына дейін тараған екен. Ал енді мынау Семей полигоны қай жылы жабылды бізде? 1991 жылы 29 тамызда елбасы президенті неғылды жарлық шығарып Семей полигонын жапқан екен. Міне содан бері 2009 жылдың мәліметі бойынша сағатына 20-10 милли деңгейге барып жатыр екен. Әлі күнге дейін осы Семей полигонының зардабы таралып жатыр екен? Таралып жатыр екен. Ал енді Балқаштың проблемасын тоқталайық. Балқаш бұл көл, Балқаш көлі. Бұл Қазақстандағы ең үлкен көліміз. Ал енді оның ландшафттары мен экологиялық жағдайлары мынау түбірімен өзгеріп кетті. Шөлді аймаққа жатқызады екенбіз, Каспий теңізіне. Каспий теңізін. Ал енді мынау айналасында орналасқан мынау Каспий теңізіндегі елді мекендерге үлкен Каспийдің теңізі өте орасан зор екен. Мынау соңғы жылдары Каспий теңізінде бұл аймақта мұнай мен газды өндіру маңызды экологиялық аудандарға айналып жатыр. Ал соның салдарынан мынау табиғатта бір-бірімен шиеленісу барысында Каспий теңізі жағалауында нелер пайда болыпты қазір? Күл қоқыстарымыз көбіне неғып екен? Пайдаланып, экологияға үлкен зиян зардабын шеккізіп жатыр. Енді Каспий теңізінде не алынып жатыр? Мұнай алынып жатыр ма? Мұнайдан шыққан темір тесектеріміз, басқа заттарымыз толығымен үлкен зардабын тигізіп жатыр. Ал енді біз Аралдың экологиялық проблемасына тоқталамыз. Арал теңізі 1957 жылы қандай болған екен? Толық болған екен. 77 жылы қандай болды? 82 жылы, 1984 жылы және 1993 жылы, 2000 жылы, 2007 жылы қандай болып қалды Арал теңізі кәні? Құрғақ. Себебі неден болды бұл? Себебі Арал теңізінің суын біз егістік алқабына не алып қойдық? Бұрып алдық. Одан егістік алқап мақтаға және күрішке аралға су құйылды ма, құйылмады ма? Су құйылмады. Соның нәтижесінде су тартылды. Ал енді ойда қандай экологиялық проблемалар пайда бола бастады? Құрғады, шөлейтке айналды және Аралдың жағалауында тұздар неғылды? Пайда болып, ол мына егістік алқаптардың бәріне ұшу барысында Арал теңізі жоқ болу барысында үлкен тұздар халықтарға табиғатқа үлкен зардабын тигізе бастады. Ал енді балдар, біз мынау бүгінгі сабақта экологиялық бар Қазақстандағы 4 қаладағы қала және өзен теңіздерге тоқталып өттік. Осы әдіс бойынша біздің постерді қорғаш керек қазір. Бұл жерде сендер өздерің жұмыс жасайсыңдар.
біздің балықтымыз орналасқан мына жерде балықтың басы нені білдіреді екен? Тақырыпты білдіреді. Арқа жағы нені білдіреді? Проблемалар және астыға шешу жолы. Құйрығымыз нені білдіреді? Орнымызды білдіреді екен. Ал енді өздері тостықты қорғаймыз. Балқаш проблемасы ғалымдардың айтуы бойынша Балқаш көлі құрғап кетуі мүмкін. Оған Балқаш көлінің маңында өмір сүретін адамдар 30 немесе 40 жыл арасында біршама су азайғандығын айтады. Сол дәлел болып табылады. Балқаш көлінің суын тиімсіз пайдаланғандықтан ода проблемалар пайда болды. Ластағаннан ода проблемалар пайда бола бастады. Негізгі проблемасы не болды Балқаш көлінің? Проблемасы құрғақшылық болды және мынау егістік алқабына қойылған сулардың негізінде пайда бола бастады. Жақсы, молодец, браво. Оған баратын Әмдәрия мен Сырдария болғандықтан олардың бақытын өзгертті. Әлі адамдар олардан су алды. Су алғандықтан олар құрғай бастады. Арал теңізінің негізгі себептері ол құрғауы, және адамдардың одан су алуы. Ал одан су алу олардың егістіктерге құйған болатын. Мұқтаж басқа егістіктерге құйды. Арал теңізінен алды ма суларды? Иә. Аралдан аралда қандай суға кетіп құйылған ба? Амудария мен Сырдария суынан айтып қойды. Амудария мен Сырдария суларын қайға бұрып алды? Егістікке бұрып алды, дұрыс айтасың. Одан аралға су құйылды ма енді? Жоқ. Арал теңізіне су құйылмады. Су құйылмағандықтан Арал теңізіне ала бастады, тартыла бастады. Қанша мың километр қашықтықта алды екен құрғақшылық? 30 километр. 30 мың километр қашықтықта алды. Молодец, жақсы, отыра қой. Айта қой, негізі Арал теңізіне су алудан екіге бөлінді. Және кіші, үлкен болып. Кіші Арал теңізі оңтүстігінде 12 метрге дейін болды. Одан соңынан өзара су болғандықтан оның солтүстігінде 42 метрден 800 шаршы километр кубқа дейін ұлғайды оның несі. Одан соң оны сатып алу барысында 15 жылдай болды. Яғни олар сатып алу барысында іс-әрекеттер аз болған жоқ. Олар негізі олардан су алу барысы 1988 жылдары болды. Олар 18 километрге дейін ол құрғады, яғни төмендеді 1987 жылы. Молодец, жақсы. Проблемалары бұл жанындағы мұнайды бұрғылап алудың әсерінен болды. Және ол кезде аппаратқа ілініп шыққан
күн қоқыс темір-терсектер шығып, айналаның бәрі ластанып, басқа да жанындағы елді мекендерге зардабын тигізді. Жақсы, молодец, яғни біз мынау бүгінгі сабақта постымызда үштің әдісі бойынша постын қорғауда қорытындылай келе Семей полигоны, Арал және Балқаш және де Каспий теңізіндегі экологиялық проблемаларға біз не алып өттік, тоқталып өттік. Келесі біздің тапсырмамыз экологиялық викторина сұрақтарымыз. Осы сұраққа жылдам компьютер бойынша бірлесе отырып жауап берейік. Қай сұрақтарға не кеттік? Бірінші сұрағымыз. Экологияға нені зерттейді? Толығымен айтқанда, қорытындыға тоқталатын болсақ, адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың өзгеруіне әсер ететін ерекше деген факторлар екен. Адам еңбек пен ақыл ойдың арқасында қоршаған ортаға еңбегімен қатар оны экологияға өзгерткіш болады. Сондықтан табиғатты өзгерту барысында адамдар оның кейінгі зардаптарын да ескеруіне екен. Табиғатты кейінгі пайдалану, көркейту және қорғау кешенді түрде қарастырылуы екенімізге бәрімізге қажет. Яғни табиғатты бар уақытында, жоқ уақытында кім екен оны? Адамдар қоршаған ортаны қайта қалпына келтіру. Ал енді үйге тапсырма, есте жазу үйде тақырыбымыз табиғатты қорғау және өздері кері байланыстарыңызды жазыңдар. Кері байланыстарда бұл сабақта не білеміз? Жасағандарға барлықтарына жақсы, өте жақсы және керемет деген береміз.